Ассаламу алейкум достар, сендермен бірге мен сурдекеде және де бүгін біз инстаграмнан қалай видео скачать ету керектігін айтатын боламыз. Мына кереметті цифрларға қараңызшы, 222 подписчик, 222 просмотр. Сіздерге сол үшін көп рахмет, және қазіргі кезде менің арнамда 350 подписчикке жақындап қалды. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Және де менің арнамда 5 подписчикке 45% адам көреткен достар. Сондықтан тез менің арнама жазыл, және де осы видеоға өте көп лайк басуды ұмытпа. Лайктарын тез басып болсаңыздар, смело лайктарын басып болсаңдар. Короче, бүгін біз бастаймыз. Ең бірінші бізге инстаграмнан жазу үшін Fast Save деген программа керек. Оның ссылкасын описание қалдырып кетем. Androidқа және де iOSқа арнап қалдырып кететін болам. Егер сіздікі Android телефон болса Androidқа, iPhone телефоны болса iPhoneға жазып алсаңыздар болады. Инстаграмға кіргеннен кейін мысалы біз қарап отырған кезде бізге бір видео ұнап қалған видеоны енді біз есте сақталамыз қандай видео екенін, және де енді өзіміздің Fast Save деген программамызға кіреміз. Программаға кіргесін бізде осындай окно ашылады, және мына батырманы басып Open Instagram'ды басамыз. Open Instagram'ды басқасын бізде автоматически Instagramға кіреді, және де біз мына батырманы басып копировать ссылканы басамыз. Бізде ссылка копировать етілді. Енді шығамыз. Және пассивке қайтадан кіреміз. Сол кезде бізде загрузка жүреді. Загрузка бізде тез жүріп кетуі керек. Видеоның ұзақтығына байланысты енді және де. Загрузка жүріп болғасын бізде, конечно же, рекламасы болмайды. Және бізде репост деген батырманы басамыз. Репостты басқаннан кейін тағы да репостты басамыз. Репостты басқаннан кейін тағы репостты басамыз. Болды. Сосын бізде Инстаграмды басамыз. Кішкене күтеміз. Инстаграмға шығарайын деп отқан сияқты боламыз, бірақ шығармаймыз. Лента дегенді басамыз, және де отменаны басамыз. Егер өздеріңіздің парақшаларыңызға шығараларыңыз келсе, шығара берсеңіздер болады. Және біздің галереямызда осы видео тұрады. Мысалы, қарап көрейік. Бізде нормально со. Енді мен сіздерге инстаграмнан қалай фотоны скачать ету керектігін айтатын болам. Инстаграмға кірейік мысалы қазір. Инстаграмға кіргесін бір фотоны тауып алайық. Мысалы қазір қандай фото бар, канал фото емес те. Шахмат, бірақ жоқ, шахмат емес. Яқта басқасы бар ма екен? Мафия микс дейді. Шахмат бәлде жоқтан ала берейінші. Күштіна фото ұнап тұр. Сосын бірден скриншот жасаймыз. Все, скриншот жасалды. Енді фотомызға қайтадан қайтып келейік. Сосын фотомызға кіреміз. Сіздерде обрезать деп тұратын шығар, менде басқаша, айфондарда басқаша болады. Яқта бүйтіп қиып аламыз ғой өзімізге керегін. Бұны бәрі де білетін шығар. Білмейтіндерге үйретіп кетіп жатырмын. Все, әдемі фото шықты. Егер мен саған осы видео арқылы көмектескен болсам, онша арнама жазыл, және осы видеоға лайк бас. Сіздермен болған мен Сурдекеде, аман сау болыңыздар. Чики-пау!